Cessna туралы 10 дерек. Cessna астық, ұн, сондай-ақ макарон және жарма өндіруші қазақстандық ірі компания. Макарон өнімдерін өндіру көлемі жылына 45 мың тоннадан астам. Ұнның барлық түрлері бойынша 450 мың тоннаны құрайды. Штаб-пәтері Астана қаласында орналасқан. First Heartland Securities акционерлік қоғамы 1962 жылы құрылған Целиноград астық қабылдау пунктінен бастау алады. Даму жылдарында Cessna астық концерні жұмыс істеп тұрған өндіріс орындарының көпшілігін қайта қалпына келтірді. Bühler, Wattel, Fauer, Okrim және басқа да өндірушілердің заманауи жоғары технологиялық жабдықтарымен жабдықталған жаңа қондырғыларды енгізді. 2006 жылы Cessna Mack макарон фабрикасы тәулігіне 45 тонна өнім шығарса, 2012 жылы макарон өнімдерін шығаратын екінші желі орнатылып, өнімділік тәулігіне 105 тоннаға жетті. 2014 жылы үшінші желі іске қосылғаннан кейін өнімділік 60%-ға өсіп, тәулігіне 165 тоннаны құрады. Cessna брендінің өнімдері Ресей, Грузия, Молдова, Түркменстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Моңғолия, Ауғанстан, Оңтүстік Корея сияқты елдерге экспортталады. Cessna J-Food Қазақстан концернінің құрамына кіретін J-Food Production компаниясының өнімдерінің бренді. Cessna брендімен ұн келесі түрлерде шығарылады. Жоғары сорт, бірінші сорт, екінші сорт, ірі дәнді бидай ұны, қара бидай ұны, пицца жасауға арналған бидай ұны. Cessnaның еншілес компаниялар Cessna Mack, Cessna астық элеватор, Alma-Цесс, Cessna астық сауда үйі, Ақмола Дермен. Назарларыңызға рахмет.